Назарбаевтың өзінде Нұр Отан партиясы болса, баласында Адал партиясы болса, бірлік екеуі қалай бәсекелеседі? Жасылдар партиясы бұл уже әлемдік тренд. Көреміз, кім халықты қолдайды? Фосфогипс мәселесін қанша уақытта шешесіздер? Прокуратура тоқтатып тастайды. Біз халқымыздың арманын орындаймыз. Сәлем, бізде бүгін кезекті сұхбат. Бүгінгі спикеріміз Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы, саясаткер Азаматхан Әміртай мырза. Қош келдіңіз аға, таразға. Жалпаға Байтақ Жасылдар партиясы осы уақытқа дейін партияны тіркеуге және оны құруға 9 рет тырысқан екен. Рас қой? 18 рет. 18 рет тырысқан. 2019 жылдан бері бірінші рет ұйымдастыру комитетінің отырысы 2019 жылы 19 наурызда өтті. Содан бері біз бұл айтқан кезде 18 рет әділет министрлігіне өткіздік құжатты. Енді тура біздің парламент сайлауының алдында сіздерді тіркеп отыр ресми түрде. Енді айтыңыз, жалпы осы нәрсе парламенттегі көп партиялы жүйені қалыптастырудағы қандай да бір маневр емес пе? Енді біріншіден бұрын партия құру мәселесінде бұрынғы президент Назарбаев ол әр уақытта партияны өзінің туысқандарына құрғызатын. Өйткені партиялық бәсекелестік болмас үшін. Бізде жаңа әртүрлі маневр дедіңіз ғой, ондай болмайды. Себебі біз халық болғаннан кейін халық артымызда тұр, ішімізде тұр. Сонда біз бәрібір де халықтың талабын сұраймыз, талап етеміз. Қазір жаңа Қазақстан құру, әділетті мемлекетті қалыптастыру процесінде осы эпохада үлкен жұмыстар жүріп жатыр ғой біз. Сол мәселеде саяси реформада біз сәйкестік келіп қалдық. Әрине бұл біздің үлкен біз үшін мүмкіндік. Өткен парламент сайлауында мысалға Адал партиясы құрылды. Өзіңіз білетін шығарсыз, Адал партиясын. Дегенмен тиісті дауысты жинай алмады енді. Кейіннен Адал партиясы оны аманатқа қосып жіберді. Адал партиясы ол құрылған жоқ. Адал партиясы бұрынғы руханият, тағы да әділет партияларының бірігуімен жаңа жасалған партия етін Адал деген. Бұрын естеріңізде болса әділет деген партия болған. Солардың несінен бұл айтқанда партияны өзгертіп Адал деп жасады. Бірлік деген партияға айналды. Сол Бірлік деген партияның атын ешқандай съезсіз, ешқандай жиынсыз өзгертті Адал деп. Енді бізде көп партиялар, мысалға өзіңіз де айтып отырсыз, осындай сайлаудың алдында, сайлау кезінде белсенділік танытады да, кейіннен сол белсенділік бәсеңдеп қалады. Сіздерде ондай нәрсе болмайды ма жалпы? Біз енді, егер сіз хронологияны қарасаңыз, біздің осы партия құрылу кезі, біз 2015-тен бері белсендіміз. Бір күн уақытымыз болған жоқ біздің белсендік танытпаған. Біз күн сайын белсендік танытып отырмыз. Жақсы, жаңа Адал партиясын айтып жатырмын. Енді Адал партиясы кейіннен Аманат партиясына қосып жіберді. Бұл сценарий Байтақпен қайталанбай ма, қалай? Иә, енді тағы да айтамыз, енді егер Адал партиясын қарасақ, ол Адал партиясы бұрынғы руханият, әділет партияларынан біріккен бірлік партиясы құрылды. Иә, сол бір трансформировать етті. Негізі ол сөйтті. Одан кейін ол негізі ол партияның артында, бірліктің ол партиялардың артында Тимур Күлебаев тұрды. Енді өзі ойлаңызшы, яғни ол Назарбаевтың баласы ғой. Назарбаевтың өзінде Нұр Отан партиясы болса, баласында Адал партиясы болса, бірлік екеуі қалай бәсекелеседі? Әкесі мен баласы бәсекелесе ала ма? Ол дұрыс емес қой. Сондықтан бұл нәрсені ашық халық білу керек. Біз халықтық партиямыз. Біз осы жолға түстік. Бұл жолда біз соңына дейін жеткіземіз. Жасылдар партиясы бұл уже әлемдік тренд. Мысалы Европада, Германияда, керек болса Өзбекстанда экологиялық партия бар. Үштікке кіреді. 2019 жылы президент ұлттық сенім кеңесінің мүшесі ретінде президентпен ресми кездесу өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен мен. Сол кезде мен айттым, біз осы жақын болашақта жасылдар Байтақ партиясын құрып жатырмыз деп осылай. Сол кезде ол бірден қолдады. Өте дұрыс деді. Өйткені ол дипломат қой, халықаралық дипломат ретінде ол айтты. Мұна жасылдар партиясы бұл міндетті түрде Қазақстанға керек деді. Жақсы. Дәл қазір парламентте Аманат партиясына шын оппонент болатын партия бар ма? Шын мықты оппонент бар ма? Біз
аманатқа қадам емес, бәсекелес болмайды. Біз аманат партиясына, ақ жол партиясына, халықтық жаңағы халықтық коммунистік партияға, тағы да басқа жаңа ауыл партиясы, бәріне біз қарсы тұрып беретін партия боламыз. Көреміз, кім халықты қолдайды, кім артында халық болады. Халық біз әрине біздің артымызда. Өйткені біз халықпен көп жұмыс жасаймыз. Жақсы. Жалпы бақ беттерінде Байтақ партиясының артында Олжас Сүлейменов тұр деген қауесет бар. Қаншалықты шындыққа жанасады? Негізі 2015 жылы жаңағы экологиялық қозғалыс құрған кезде Байтақ болашақ біздің құрметті президентіміз Олжас Сүлейменов болды, иә? Біз сол көп жұмыстар әлемді аралап, көп осы экологиялық бақта көп жұмыс атқардық. 2019 жылы Олжас Омарұлы маған айтты, 2019 жылы жаңағы ақпан айында осы партия құру керек деді. Партияны құр, партияның лидері, көшбасшысы сен боласың деді. Мен ол кезде жаңағы айтқан кезде жаңағыдай расымен де ойланып қалдық. Иә, сөйтіп ол айтты, мен ақсақалмын деді, жасым үлкен деді, мен айналысамаймын деді. Бірақ сендерді мен жүрегіммен де, қолыммен де бәрінше қолдаймын. Бірақ лидер өзің болу керек деп айтты. Содан міне 2019-дан бастап біз ұйымдастыру комитетін өткізіп, міне келе жатамыз. Енді ол кісі батасын берді, біздің құрылтай съезге келіп, егер видеоны қарасаңыз, батасын берді. Ол кісінің сөзі бар. Ең бастысы дейді, мен негізі атым Азаматхан ғой, паспортында туғаным. Ол айтады, ең басты азамат болуың керек дейді. Азамат. Жақсы, жақында депутат Қазбек Иса мәжілісте былай деп айтты: сайлау әділ де ашық өтуі тиіс, яғни мемлекеттің тағдыры биліктің әділдігіне байланысты өз қолында тұр деді. Енді айтыңызшы, сіздің ойыңызша осы уақытқа дейін өткен сайлаулар сонда саяси имитация болды ма? Әділ сайлау сіздің ойыңызша қалай өтуі керек? Енді бұл жерде ең басты мәселе ол былай ғой, мынау халықтың саяси мәдениеттілігі. Халықтың осы халықпен көп жұмыс жасау керек. Мысалғы, бізде Қазақстанда 90% халық аполитичный. Саясат десеңіз, бұрылады да кетіп қалады. Партия десеңіз, теріс бұрылады да кетіп қалады. Өйткені олар біріншіден партияға сенбейді, екіншіден саясатты сасық жол деп санайды. Түсіндіңіз ба? Солай санайды. Өйткені олар енді біздің мемлекетіміз 90 жылдары егемендік алды, рекет, жаңағы жұмыссыздық пайда болды, әртүрлі сол бір үлкен былай айтқанда бір хаос пайда болды. Білім жүйесінің бәрі жемқорлық болып кетті. Содан бізде бір артқа кету болды да, былай айтқанда мүмкін белгілі адамдар байыған шығар, ал былай қоғам, мәдениет, рухани жағы артқа кетті. Өйткені бірінші орынға байлықты қойды, ақшаны қойды, сөйтті да адамдар соншалықты шатасқан, соншалықты саясат деген нәрседен, қоғамдық жұмыс деген нәрседен аулақ болып кетті. Тек қана бәрін ойы ақша табу, пайда табу, баю деген нәрселерді қойып, содан қоғам өзгеріп кетті. А қазір бізде соншалықты аполитичный, адамдар сайлау кезінде сайлауға бармайды. Бармайды адамдар. Біз оны көріп жүрміз ғой, әр сайлауға барамыз. Ал бізде заңда не деген? 19 миллион адамның 1% келсе де сайлау өткен болып саналады. Бұл біздің халқымыздың қоғамдық іске, мемлекеттің ісіне араласуға, жаңа саясатқа былай айтқанда пассивный да, өте әлсіз қарым-қатынас. Сол себептен біз осындай жағдайға жеттік. Бізде жалпы енді мәжіліс депутаттарының өкілеттілігі 5 жыл ғой. Бірақ біз кезекті рет тағы кезектен тыс сайлау өткізейін деп жатырмыз. Неге бізде тұрақсыздық? Жаңа Қазақстанды құру үшін жаңа адамдар келу керек. Жақсы. Байтақ партиясы тек экологиялық проблемалармен айналыса ма? Енді ол партия деген мысалға ол мүдделестер ғой, мысалы бір топ мүдделестерді жинайтын жаңа ұйым ғой, саяси. Сондықтан біз тақырыпты қоршаған ортаны қорғау, адам денсаулығын қорғау дегенді алдық. Міне осы бағытта біз мүдделестерді жинаймыз. Бұл мүдделестерді жинайтын бір, бұл айтқанда бір ортақ мүдде.
Ал негізі енді ол ортақ мүдде жиналғаннан кейін саяси партия болғандықтан ол барлық нәрсеге араласады. Әлеуметтік мәселелерге, экономикалық мәселелерге, жемқорлыққа қарсы, Жақсы. сайлау процестеріне. Ол енді саяси партия барлық мәселемен айналысады. А негізгі әрине қоршаған ортаны қорғау мәселесі ол бірінші орында тұратын болады. Бірінші бағыттарыңыз. Жамбыл облысындағы енді экологиялық проблемалармен таныс шығарсыз. Не шеше алдыңыздар? Міне мысалға есіңізде болса, осы жылдың басынан бастап біз Қазфосфатпен айналыстық. Қазфосфатта біз тыңдау жүргіздік Қазфосфатпен. Одан кейін біз Жамбыл ауданы, Қаратау, Сарысу, Байза, барлық райондарға барып халықпен кездесу өткіздік. Бізде бәрі Facebook парақшамыз бар. Соның арқасында біз неге жеттік? Соның арқасында бүгін Қазфосфат мен экология біз қатысып Қазфосфаттың экологиялық проблемаларын шешу жол картасын жасадық. Қазір жол картасын қазір экология министрлігімен утверждать етіп жатырмыз. Ол жерде қандай мәселе? Тараз қаласындағы таулар, оның шаң болған кезде ауылға жетеді. Соны біз қазір жаңағы пайдалану жолдарын ойластырып, қазір эксперимент түрде бір жаңағы тыңайтқыш ретінде пайдалану жолдарын қарастырып жатырмыз. Одан кейін жаңағы мүмкін үстін көгалдандырып, шаң шықпайтындай сондай да бір жолы қарастырады. Бұның бәрі қазір біз жасап жатқан. Бұл жақты көгалдандырды ғой, бірақ мәселе шешілмеді. Шешілмеді, өйткені енді сапасыз болды, өйткені партия болған жоқ ол кезде, бақылайды. Енді партия барлығын шеше ма? Жақсы, жаңағы біздегі фосфогипс мәселесін қанша уақытта шешесіздер? Фосфогипс мәселесін оны 15 миллион тонна. Ол біріншіден бұл жерде көп жұмыс атқаруымыз керек. Енді осы жақын арада осы жылы белгілі бір осы фосфогипсті шешу мәселесін белгілі бір жоспарын жасайды. Бұл енді мен сізге айтайын, 15 миллионды қайта осы пайдаланып, ана жердің бәрін тазарту үшін кемінде 10 жылдай уақыт керек. Ол соңғы 40 жылда, 50 жылда жиналған фосфогипсті біз бір күнде шешеміз деп халықты алдай алмаймыз. Бірақ біз барынша адамның денсаулығына зиян келтірмейтін қылып жасауға күш саламыз. Партия құрылмай тұрып бұл мәселемен сізді қызықтырған жоқ па бұл? Жоқ, айналыстым ғой. Партия құрылмай тұрып біз митингтер жасадық. Жамбыл ауданында, Шайқорықта халқымен кездестік, Қостөбенің халқымен кездестік. Жетеді, ол жерде көп. Бірақ мәселені шеше алмадыңыздар. Бірақ мәселені шеше алмадыңыздар. Шештік қой біз. Біз көп нәрсені шештік. Қазір мысалға Қазфосфат жаңағы Шайқорық ауылында, тағы басқа ауылдарда жаңағы халыққа белгілі бір көмектері, қолдау көрсетіп, жаңағы балалар ойнайтын площадкалар салып жатыр, алаңдар салып жатыр. Сондай жұмыстармен айналысып. Бірақ енді ол азғантай нәрсе, біз оларға айтамыз Қазфосфатқа. Сендер осы істеріңді таза пайдадан бересіңдер ме? Немесе бұл өзіңді құнға кірген ба десек, олар айтады, біз біздің пайдамыздан береміз. Онда өз пайдаларыңыздан берсеңіздер, онда бұл садақа. Ол дұрыс емес. Сендер жаңағыдай экологиялық шығын деп, эмиссия деп, сіздер амортизациялық шығын ретінде өзіңді құнға кіргізулеріңіз керек. Ол міне осыны істеген кезде онда бізді қоршаған ортамыз қорғалады. Ал сіздер өзіңді құннан экологияға келген шығыныңызды санамайсыздар, сол себептен пайдаларыңыз көп, сол жерден алып садақа жасайсыздар. Ол болмайды. Яғни бұл жерде мемлекет тарапынан біздің фискалдық органдардан бақылау жоқ деген сөз. Яғни біз оларды тексереміз қазір, біздің партия. Мысалы, Қазфосфатты тексеру мәселесіне келген кезде прокуратура тоқтатып тастайды екен, біздің Жамбыл облысының прокуратурасы. Білмейміз. Біз айттық, қандай бұл жерде қандай шикілік бар. Енді жоқ, өзіңіз ойлаңызшы, Қазфосфат басшылары өте бай адамдар. Прокуратура бай адамдардың мүддесін қорғап отыр. Яғни бұл жерде белгілі бір мәселе бар деген сөз. Мысалға, осы облыстық депутаттар, осындай үлкен кәсіпорындар, Еврохим бар, тағы басқа, солардың басшыларымен дастархандас болып отырады әр уақытта. Мен түсінбеймін, сонда депутаттар, халықтың жағдайын ойлайтын депутаттар, сондай бай адамдармен бір столда. Қандай оларда байланыс бар бір-бірімен? Түсініксіз да? Міне біздің партия немен айналысады, сондайларды біз ұстаймыз, сондайларды қараймыз. Ол ешқандай мәдениетке, тазалыққа жатпайды. Депутаттар халықтың арасында жүру керек. Еш уақытта бай адамдардың қасында отырмау керек олар. Бай адамда ақша бар.
ол жайлап қаражат беріп қойып мүмкін оған, сонда ол өзінің сөзін сөйлейді. Сондықтан бұл нәрсенің бәрін, мысалы біздің мына жемқорлыққа қарсы агенттік бүгінгі күні енді жұмысы бір нәрсе жасап отыр, бірақ осы уақытта түк істеген жоқ. Міне осындай нәрселерді қарау. Біз әрбір депутатты қолынан ұстауымыз керек оларды. Біз халқымыздың арманын орындаймыз. Жақсы, Азаматхан мырза, рахмет. Жалпы сөзіңіздің нәтижесін енді болашақта көреміз деген ойда. Жоқ, нәтиже біз бүгін уже нәтиже көрсетіп отырмыз. Бүгін уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Көріскенше күн жақсы болсын.